Баршаларыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен кез келген мерекелік дастарханға ұсынуға болатын ерекше салаттың рецептісімен бөлісемін. Жасалуы өте қарапайым, сонымен қатар құрамы да қолжетімді заттардан тұрады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен сарымсақты майымызды дайындаймыз. Ол үшін сарымсағымызды үккіштің кішкентай бөлігінен өткізіп аламыз. Кейін сұйық майымызды құямыз. Қара бұрыш, тұз және де қалауыңызша паприкамызды қосып барлығын араластырамыз. Әзірге бір шетке алып қоямыз, кейін бұл бізге керек болады. Ары қарай твердый сыр, яғни қатты ірімшігімізді кубиктап тураймыз. Барлық заттардың мөлшерін описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Осы видеоның тақырыпшасының үстінен бассаңыздар, сіздерде описание бөлімі ашылады. Сол жерден барлығын көре аласыздар. Ары қарай бізге осындай тауық етінің рулядасы қажет болады. Оны да кубиктап турап шығатын боламыз. Руляданың орнына копченый тауық етін пайдалансаңыздар болады. Келесі кезекте қызанағымыздың артық жерлерін алып тастап, дәл жаңағыдай кубиктап турайтын боламыз. Және де достар, каналдың ары қарай дамуына өз үлестеріңізді қосып, лайк және подписация белгісін басып тіркеліп, келесі видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Ендігі кезекте суға піскен жұмыртқамызды да кубиктап турайтын боламыз. Екі ас қасық көкнәрімізді қызып тұрған құрғақ табада шамамен 4-5 минуттай қуырып кептіріп алатын боламыз. Ары қарай сухар жасау үшін бізге батоннан қажет болады. Сухарларымыз бір келкі болуы үшін қыртыс жерлерін алып тастаймыз. Батонымызды да кубиктап турап шығатын боламыз. Сухарларды қолдан жасау міндетті емес, дүкеннен сатып алсаңыздар да болады, бірақ дәл осылай жасалған сухарлар өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Видеоның басында дайындаған сарымсақты майымызды ситаның көмегімен сүзіп алатын боламыз. Майымыз жақсылап қызғаннан кейін үстіне нанымызды салып, алтын түске еніп әдемі болып қызарғанша дейін қуырамыз. Біздің салатымызға қажетті заттардың барлығы дайын болды. Енді салатымызды құрайтын боламыз. Ең бірінші қабаты бізде тауық еті болады. Бір келкі етіп жақсылап түзулеп алатын боламыз. Енді үстінен майонезімізді жақсылап жағып шығамыз. Келесі қабатымызға жұмыртқамызды салып, бір келкі етіп тегістеп аламыз. Дәміне қарай тұз және де қара бұрыш сеуіп шығамыз. Үстінен тағы да майонезімізді жағып шығамыз. Келесі кезекте қызанақтарымызды салып шығатын боламыз. Қызанақтың суын төгіп тастау қажет, немесе мен сияқты шаңышқының көмегімен салсаңыздар болады. Сол кезде суы ыдыстың түбінде қалып қояды.
Қызанағымыздың бетіне де майонезімізді жағып шығатын боламыз. Және де келесі кезекте ірімшігімізді салып, бір келкі етіп тегістейміз. Тағы да майонезімізді жағып шығатын боламыз. Кейін бетіне әдемілеп сухарларымызды жайғастырамыз. Егер сіздер салатты алдын ала жасайтын болсаңыздар, сухарды дастарханға ұсынардың алдында ғана қоюға кеңес беремін, себебі сухарларыңыз жұмсарып кетеді. Ең соңғы кезекте көкнәрімізді барлық жеріне әдемілеп сеуіп шығамыз. Бұл салаттың әдеміленіп, ерекшеленіп тұруына осы көкнәрдің әсері өте көп. Міне достар, біздің салатымыз дайын болды. Өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Біздің отбасымызға ұнады, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, комментария бөліміне өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып кетуді ұмытпаңыздар. Және де каналға тіркелмеген болсаңыздар, подписаться белгісін басып кетулеріңізді сұраймын.